Мұхтар Шаханов, Нарынқұм зауалы, әке күмі. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп. «Әке!» деді ол кірген бойда. «Әке!» деді еркелеп. «Жүрушедің маған ылғи өкпелі, кейушедің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә айтып аласың ау шамасы, Атышулы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы». Төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр үшікті тастай салды баласы. «Иә, сөйле», деді әкесі. «Қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қайда жол шектің?» Баласы айтты. «Топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап, қағып арқаға қосып алдық ортаға. Бұл түгілдей мыналыңның ақылы еркін жетер әңгіме ол бір таңға. Қапсызда қырмақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға». «Ой, залым-ай, жүзі қара залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай, бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұдан өткен зор қасірет болар ма?» деп әкесі жас үйірді жанарға. «Қабағыңды жаба қалды неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме, менің бала күнімде Махамбетті жек көремін дегенің?» «Рас, ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Әлде кемшін шағым бет ол ақылға, пенделік қой алғап мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азап пенен атса да сау таңдарым, қайрағам жоқ қызғаныштың қанжарын. Іштен тынып жүре бердім төзген боп, өзін шексіз құлай сүйген жан-барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм, ол дегенде от жалындап көзінен, тамсанатын, нақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ол ақынға деген іңкәр сезімін көрге бірге ала кетті ол өзімен. Әттең біздің сормаңдайлы жайықта ерлер аз ғой баралатын байыпқа, тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айып па? Құдіреті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын деген киел аққу самғаған, ал ендеше аққудатқан пендені қаятаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, армандап ең мен ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, ызал ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым. Және ол зар оңайлықпен тыйылмас, қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен мағанда туған жердің топырағы бұйырмас. Жә, не қайыр, налы мейлі налыма, сорлы балам туыпсың ау сорыма, өзің түстің, өзің қазған орыңа, кеттік кәне, ішігіңді ал қолыңа. Ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы. Олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің басына кеп тоқтады. Мынау төбе, саған соңғы шығаршың, болатынын ұғарсың. Сен әрине құралайды көзге атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың. Деді әкесі құлазып нар көңілі, дір-дір етіп, ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам, үміт қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі, басын ашық кәне мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкеңді, мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді, мүмкін сонда ұғынарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын, кешір мені, таусылды бар амалым, дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алды садағын.